Сәлеметсіздер ме? Мен ТФП 23-6К тобының студенті Қашаған Айсұлу. Смарт технология тақырыбынан 3D форматында презентация қорғайтын боламын. Смарт технологиялар. Жоспарға келетін болсақ, смарт технологиялар дегеніміз не? Смарт технологияның даму тарихы, смарт технологияның негізгі бағыттары, артықшылығы мен кемшілігі, қолдану салалары және қорытынды. Смарт технологиялар дегеніміз не? Смарт технология бұл жалпы қазіргі заманның жаңашыл шешімдерін қамтитын, адамның өмір сүру сапасын арттыруға бағытталған ақылды жүйелер мен құрылғылардың жиынтығы. Смарт сөзі ағылшын тілінен аударғанда ақылды, зерек, пысық деген мағынаны білдіреді. Бұл технологиялар адамның қатысуынсыз немесе аз араласуымен жұмыс істеп, әртүрлі ақпаратты жинап, өңдеп белгілі бір шешім қабылдайды. Смарт технологияның негізгі сипаттамалары: ақпаратты автоматты түрде жинау, смарт құрылғыларды орнатылған датчиктер, яғни сезгіш құралдар, айналадағы ақпаратты, яғни температура, қозғалыс, ылғалдылық, жарық, дыбыс, тағы басқа ақпаратты өздігінен тіркейді. Және талдау және шешім қабылдау. Смарт жүйе алынған деректерді өңдейді, талдайды және қажет болса өзі шешім қабылдайды. Бұл жерде жасанды интеллект және машиналық оқыту технологиялары қолданылады. Қашықтықтан басқару. Смарт құрылғыларды смартфон немесе компьютер арқылы кез келген жерде басқара алады. Бұл арқылы іске асады және басқару блогы бұл шешім қабылдап әрекет жасайды. Мысалы, шамды қосу секілді әрекеттерді жасайды. Қолданушы интерфейсі бұл адам мен құрылғы арасындағы байланыс. Смарт технологияның мақсаты адам өмірінің ыңғайлы және қауіпсіз тиімді ету, ресурстарды, яғни олар су, электр, уақытты үнемдейді және тұрмысты автоматтандыру, қызмет көрсету сапасын арттыру, қолданушыға дербестендірілген шешімдерді ұсыну. Смарт технологияның даму тарихы. Смарт технологиялар қазіргі таңда кең таралғанымен, олардың қалыптасуы мен даму жолы бірнеше онжылдықтарды қамтиды. Технологиялар эволюциясы барысында адамдардың өмір сүру салтына әсер етіп, әлемді түбегейлі өзгертеді. Смарт технологиялардың тарихы бұл ғылым мен техниканың, интернет пен жасанды интеллекттің дамуына тығыз байланысты. Алғашқы идеялар мен негізі, яғни 1950 мен 1980 жылдар аралығы. Бұл кезеңде смарт технология ұғымы әлі қалыптаспағанымен, оның негізі қаланды. 1950 жылдары алғашқы автоматтандырылған басқару жүйелері мен сенсорлар, яғни датчиктер пайда бола бастады. 1960 және 1970 жылдары әскери және өндірістік салаларда деректерді жинау және өңдеу үшін арнайы жүйелер қолданылды. Бұл кезеңдегі басты жетістіктер компьютердің пайда болуы. Смарт құрылғылардың пайда болуы 1980 және 1990 жылдар аралығы. 1980 жылдары алғашқы ақылды құрылғылар тәжірибелік түрде пайда бола бастады. Бұл кезеңде микропроцессорлар мен микроконтроллерлер кең тарала бастады. 1984 жылы смарт сөзі алғаш рет IBM компаниясының компьютеріне қатысты қолданылды. Смарт технологиялар тұрмыстық техникада ене бастады. Смарт технологияның негізгі бағыттары. Смарт технологиялар қазіргі таңда өмірдің барлық саласына енуде. Олар тек тұрмыстық құрылымдармен шектелмейді. Қала инфрақұрылымы, ауыл шаруашылығы, медицина, білім, өндіріс сияқты күрделі жүйелердің бір бөлігіне айналды. Әр салада смарт технология белгілі бір міндет атқарады және сол саланың тиімділігін арттырады. Смарт үй. Бұл тұрмыстық құрылғылар мен жүйелердің бір орталық арқылы өзара байланысып, автоматты түрде жұмыс істеуі. Мақсаты өмірді жеңілдету, қауіпсіздік пен энергия үнемдеуді қамтамасыз ету. Смарт қала. Ақпараттық технологиялар тұрғындарға ыңғайлы және қауіпсіз өмір ұсынатын заманауи қала. Мақсаты өмір сапасын арттыру, ресурстарды үнемдеу, экологиялық тұрақтылықты қамтамасыз ету. Смарт медицина.
Смарт медицина медициналық көмек пен диагностикада заманауи технологияларда қолдану арқылы адамның денсаулығын үздіксіз бақылау. Артықшылығы мен кемшілігі. Артықшылығына тоқталатын болсақ, ыңғайлылық. Бұл смарт құрылғылар адамның күнделікті өмірін жеңілдетеді. Үйден шықпай-ақ жарықты өшіруге, теледидарды басқаруға болады. Уақытты үнемдеуге көмектеседі. Және де қауіпсіздік. Бұл ақылды бейне бақылау қозғалыс датчиктері арқылы үйді немесе нысанды қорғауға болады. Смарт жүйелер қауіп төнген жағдайда, яғни өрт, су тасқыны, есік бұзылуы кезінде автоматты түрде ескертеді. Энергия мен ресурстарды үнемдеу. Бұл смарт термостар мен жарықтандыру жүйелері энергияны қажет болғанда ғана қолданылады. Автоматты суару жүйелер суды үнемдеп, егістік жерлерді тиімді суарады. Кемшілігіне тоқталатын болсақ, құнның жоғары болуы, яғни смарт құрылғылар мен жүйелердің бағасы қарапайым құрылғыларға қарағанда әлдеқайда қымбат болады. Және орнату, қызмет көрсету, жөндеу жұмыстары да қосымша шығын талап етеді. Және де екінші кемшілігі құпиялық пен қауіпсіздік мәселелері. Бұл ақылды құрылғылар интернет арқылы жұмыс істейтіндіктен, оларда хакерлер бұзып жеке деректерді ұрлауы мүмкін, және жүйенің дұрыс қорғалмауы жеке өмірге қауіп төндіреді. Үшінші кемшілікке келетін болсақ, бұл технологияға тәуелділік, яғни адамдар смарт құрылғыларға үйреніп, онсыз өмір сүре алмайтын дәрежеге жетуі мүмкін. Бұл жүйе істен шыққан жағдайда бүкіл жұмыс тоқтауы мүмкін. Және де қолдану салаларына келетін болсақ, смарт технологиялар адамның өмірдің барлық саласында кеңінен қолданылады. Олар өмір сүру сапасын жақсартуға, қауіпсіздікті арттыруға және уақыт пен ресурсты үнемдеуге мүмкіндік береді. Солардың бірі тұрмыстық сала, яғни смарт үй. Бұған мысал ретінде смарт шамдар, термостар, ақылды розеткалар, қауіпсіздік жүйелерді айтып өтсек болады. Бұның мақсаты үйді қашықтықтан басқару, энергияны үнемдеу, жайлылықты арттыруға көмектеседі. Ауыл шаруашылығы, яғни смарт агро. Оған мысал ретінде дрондар мен егістікті бақылау, автоматты суару, малды GPS арқылы қадағалау. Мақсаты өнімділікті арттыру, шығынды азайту, тиімді ресурсты пайдалану. Қалалық инфрақұрылым, яғни смарт қала. Бұл мысал ретінде ақылды бағдаршамдар, қоғамдық көлік бақылауы, интеллектуалды тұрақты жүйелер. Бұның мақсаты жол кептелістерін азайтуға, экологияны сақтау, өмір сапасын жақсартуға көмектеседі. Денсаулық сақтау, яғни смарт медицина. Бұған мысал ретінде телемедицинаны, жүрек соғысын бақылайтын білезіктерді қашықтықтан диагноз қоюды мысал ретінде келтіруге болады. Бұның мақсаты жедел көмек көрсету, аурудың алдын алу, үздіксіз бақылауға көмектеседі. Қорытындылай келе, смарт технологиялар болашақтың негізі болып табылады. Олар адамның күнделікті өмірін жеңілдетіп, барлық салаларда үлкен серпіліс әкеліп жатыр. Алайда бұл технологиялармен қатар қауіп-қатерлер де бар. Сондықтан оларды дұрыс әрі қауіпсіз қолдану маңызды. Назарларыңызға рахмет.